Аңыздарда Арыстан баб өз аманатын Қожа Ахмет Яссауиге тапсырған Мұхаммед пайғамбардың серігі ретінде сипатталады. Арыстан баба есімі отырар сайрам яса төңірегінде сопылардың рухани ұстазы ретінде кеңінен танымал болған. Арыстан баб отырар өңіріне ғана емес, түркі әлемін исламдандыруға үлес қосқан дін қайраткері, ғалым. Кейбір аңыздар бойынша ол 500 жыл өмір сүрсе, кейбіреулер бойынша 900 жыл өмір сүрген. Оның есіміндегі баб сөзі қақпа, басшы, жол көрсетуші, ұстаз деген мағынаны білдіреді. Аңыз бойынша Яссауидің өмірі мен түркі әлеміне ықпалы ол дүниеге келгенге дейін жүздеген жылдар бұрын анықталған. Қожа Ахмет Яссауидің рухани қалыптасуының көптеген нұсқалары бар. Аңыз бойынша Мұхаммед пайғамбар сахабаларына жүздеген жылдардан кейін туып ілімін жалғастыратын аманат жәннаттағы құрманы иесіне беруді өтінген. Содан Арыстан баб бұл тапсырманы орындауға өз еркімен кіріседі. Арыстан баб өзіне аманат етілген құрманы аузында сақтаған деген болжам бар. 400 жылдан кейін далада 11 жасар бала жүгіріп келіп аманатын сұрайды. Бұл бала Қожа Ахмет Яссауи болатын. Арыстан баба есімі Қожа Ахмет Яссауидің Диуана Хикмет еңбегінде жиі айтылады. Ақын өз өлеңдерінде Арыстан бабтың ұстазы, рухани ұстазы болғанын көрсетеді. Яссауи хикметтерінде Арыстан баб айтты, Арыстан бабтың сөзін тыңда деген сөздері жиі қайталанады. Бұл Арыстан бабтың өсиеттерінен тұрады. Саяхатыңды Арыстан бабтан баста, Хазіретке кел де сұра, немесе Арыстан бабқа түнеп Қожа Ахметтен сұра деген сөздер қажыларға қажылықты Арыстанға барудан бастау керектігін еске салады. Баб кесенесі одан әрі Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне бет бұрыңыз. Алайда Арыстан бабаның өмірі туралы нақты деректер сақталмаған. Арыстан баба кесенесінің тарихы: Арыстан баб 12 ғасырда отырар маңында қайтыс болып жерленген. Дәл осы кезде бейтінің үстіне алғашқы кесене тұрғызылған. Алайда бұл кесене күні бүгінге дейін сақталмаған. 14 ғасырда Әмір Темір бұйрығымен құлаған ғимарат орнына жаңа құрылыс тұрғызылды. Бірақ ол біздің күнімізге де жеткен жоқ. Бұл ғимараттан оюланған ағаш бағаналар сақталған. Тағы бір жергілікті аңыз Әмір Темір кесененің құрылысын аяқтаумен байланысты. Олар Қожа Ахмет Яссауидің құрметіне кесененің қабырғаларын тұрғыза бастағанда боран соғып, қабырғалары құлап қалады. Біраз уақыттан кейін тарих қайталанды. Түсінде Әмір Темірге бір қария көрінеді. Ол Қожа Ахмет Яссауидің тәлімгері ретінде алдымен Арыстан баба бейтінің басына кесене тұрғызуға кеңес береді. Осыдан кейін ғана Яссауи кесенесінің құрылысы сәтті аяқталады. Кесененің сәулетшілерінің бірі Қалмырза Мүсәпірұлы аңыз бойынша шебер өз еңбегі үшін ақы алмай кесененің кіреберіс саңлауына өз есімін жазуды өтінді. Оны салған шебер Мүсәпірдің ұлы Қалмырза 1888 жылы Түркістанда дүниеге келген. 1905 жылы Түркістан станциясын, 1906 жыл Арыс станциясын, 1907-1909 жылдары Арыстан баба кесенесін салды. Мәрмәр зауытының ашылғаны туралы ақпаратты естіген ол Өзбекстанға кетіп, өмірінің соңына дейін сол жерде өзінің сүйікті ісімен айналысады. Ташкентте Қалмырза Мүсәпірұлы атындағы мешіт бар. Арыстан баба кесенесі Түркістан қаласынан 60 шақырым жерде Отырар ауданы Шәуілдір ауылының маңында орналасқан. Кесене 20 ғасырдың басындағы діни ғимараттардың ішінде өзінің ерекше орналасуымен және композициясымен ерекшеленеді. Кесененің орталық Азия мен Қазақстанда баламасы жоқ. Арыстан баба бейітінің үстінде қабырғаларының беткі қаңылтырында альбастр ертіндісіне күйдірілген кірпіштен қаланған кесене бар.
Кесененің ішінде зерттеушілер осы кесене құрылысының екінші кезеңін 14-15 ғасырға жатқызатын жұп ойлаған ағаш бағаналар, сондай-ақ 12-14 ғасырларда салынған кесенелерден қалған кірпіштер сақталған. Сондай-ақ кесенеде орта ғасырлық каллиграфия өнерінің тамаша үлгісі, көне қолжазба құрам бар. Кесенеде Қожа Ахмет Яссауи кесенесінде орналасқан тайқазанның шағын көшірмесі, ғұрыптық тостаған бар. Мұражай қызметкерлері оны базардан тапты. Жергілікті тұрғын тайқазанды күнбағыс тұқымын салатын ыдыс ретінде пайдаланып жүрген. Кесененің жанында қажылар су алатын құдық бар. Құрамында тұзы жоғары су. Қажылар оның көптеген дертке шипа болатынына сенеді. Бірақ судың емдік қасиеті туралы ғылыми деректер жоқ. Қазан төңкерісінен кейін дінді қудалау басталғанда сәулет ескерткіші бүлінген. Бір кездері жақсы сақталған 14 ғасырдағы бағандар сыртқа жылжытылды. 1982 жылдан бастап Арыстан баба кесенесі тарихи ескерткіш ретінде мемлекет қорғауында. Содан кейін ішінара қалпына келтіру жұмыстары жүргізілді. 14 ғасыр бағанының дәл көшірмелері жасалып, кесененің төбесі қайта жабылған. Қазір кесене отырар мемлекеттік археологиялық қорық музейінің балансында тұр. Ғасырлар бойы кесенеге жергілікті тұрғындар мен арнайы қызметшілер, шырақшылар қамқорлық жасап келсе, қазір мұнда мұражай қызметкерлері жұмыс істейді. Күн сайын Арыстан бабқа Қазақстанның түкпір-түкпірінен және басқа елдерден ондаған қажылар мен туристер келеді. Түркістан мен Шәуілдір арасындағы жол салынып біткен соң туристер ағыны көбейді деген сенімде. Туристердің негізгі ағыны наурыз, мамыр, қыркүйек, қараша айларында болады. Сонымен қатар оқу жылы аяқталғаннан кейін негізінен мектеп оқушылары мен студенттер экскурсияға келеді. Жаз бен қыста қажылар аз.